Қайырлы күн, құрметті тыңдаушылар. Топ деңгейі жоғары 48-ші сабақ. Бекіту сабағы. Тапсырма. Сөздердің аудармаларын жазыңыз. Тапсырма. Берілген жалғаулықтарды пайдаланып, кезектес салалас құрмалас сөйлемдер жазыңыз. Бірде, біресе, кейде. Мысалы, біресе жаңбыр жауады, біресе жел соғады. Тапсырма. Берілген сұраққа бірнеше жауап жазыңыз. Табысты болу үшін не істеу керек? Тапсырма. Тұрақты тіркестердің мағынасын түсіндіріңіз. Тайға таңба басқандай. Төбе шашы тік тұрды. Қас пен көздің арасында. Берілген сілтемені пайдалана отырып, қашықтықтан оқыту батырмасына басып, келесі тапсырмаларды жалғастырып орындаңыздар.